арнайы келген қонағымыз да бар. Барлық дүйім жұрт, барлық ақтаулықтар мен қала қонақтары, елімізге келген меймандар осы сәтті күтіп отыр. Сонымен Ақкенже ақтаулықтарды тағы бір мәрте 2025 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы атануымен құттықтаймыз! Бүкіл әлем сүйсінетіндердің осы иесі. Қарсы алыңыздар. Димаш! Бірақ жарық дүниеге келу деген не? Жарқырап, айналаны нұрға бөлеу ме? Әлде жай ғана бір қазақша ұғып па? Пәк жаныңды кірлетпей, кемелдікке ұмтылу ма? Әлде жан қинамай, жай парақат күн өткізу ме? Бәлкім келезесі кеткен шөл даланы иранбаққа айналдыру шығар. Алдымда жол көп. Бірақ олар қайда барады? Жақсылыққа ма? Жамандыққа ма? Мен білетін өмір сырлы дыбыспен, нұрлы шуақтан тұрады. Өмір құстардың қалықтап ұшқаны, жапырақтағы таңғы шықтың мөлт-мөлт етіп, күн нұрымен шағылысып ойнағаны. Бізді жарық дүниеге құштар ететін құдіретті күште осы болар. Біз көктемді аңсаймыз, бірақ ол келсе қара дауылға айналып жапырағын жұлмалаймыз. Өзіміз еккен ағашты кескілеп, түбірімен жұлып тастаймыз. Ашық күнде адасып, аңсарымыздан көз жазып қаламыз. Дүниеде жақсылық пен жамандық, жауыздық пен мейірім астасып жататыны рас шығар. Бүгін суық желден қорғанып, бетіңді бүркесең, ертең бақыттан бал-бұл жанған жүзіңді өзің ысқарға тосуың мүмкін. Неге? Сұрағында шек жоқ. Біз кімбіз? Мұнда не үшін келдік? Біз кімбіз? Мұнда не үшін келдік? Біз тарихтың басы мен соңымыз. Бірақ не үшін жаралғанымызды толық түсінер сәт туар ма екен?